Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгін дүниетану сабағы. Психологиялық ахуал. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз, табиғатты қорғайтын біз әдепті боламыз. Жер байлығы көп екен, меңгеруді қалайды. Осының бәрін меңгерткен дүниетану сабағы. Балалар, галереяны шарлау әдісі бойынша менің отбасым. Мына жерде біз отбасымыздың қандай мүшелерін көріп отырмыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Менің отбасы мүшелерінде әке, ана, әпке, аға. Осылар біздің отбасы мүшелеріміз. Балалар, біз қазір топтық жұмыс жасаймыз. Мына көріп отырған суреттегі заттарды үйдегі отбасы мүшелеріміз, аналарымыз, әкелеріміз қолданылатын заттарды табамыз. Жарайсыңдар балалар, көріп отырған суреттеріміздің барлығын ортақ қасиетін табамыз. Жарайсыңдар балалар, ортақ қасиеті электр құралдары. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің қауіпсіздігім. Сабақтың мақсаты тұрмыстық құралдарды пайдалану ережелерін графикалық түрде көрсету. Балалар, электр қуаты дегеніміз не? Олай болса, мына видеороликке қараймыз. Егер де адам электр тізбегінің бір бөлігіне айналатын болса, электр тоғы оның өміріне қауіпті болуы мүмкін. Бұл жағдай орын алғанда ток адам денесі арқылы өтіп адамды электр тоғы соғады. Біз ток соғудан екі түрлі жолмен қорғана аламыз. Тоқ өткізбейтін материалдардан физикалық кедергі жасау арқылы денемізді оқшаулап, электр тізбегінің бір бөлігіне айналмауымызға болады. Электршілер тоқтың қол бойымен өтуінен сақтану үшін арнайы резеңке қолғаптар киеді. Электр тоғы жерге жету үшін әрқашан кедергісі аз жол іздейді. Кедергісі аз болатын балама жолдар жасау арқылы электр тоғының өтуін бақылауға болады. Жайтартқыштар осы қағидамен жұмыс істейді. Олар жоғары өткізгіштік арқылы найзағай тоғын жерге еш кедергісіз өткізеді. Сол арқылы найзағай ғимараттарға тимей, ішіндегі адамдардың аман қалуына мүмкіндік береді. Электр тоғының соғуынан сақтану үшін күнделікті қолданыстағы электр құралдарында оқшаулау және кедергі қағидалары қолданылады. Құрылғы сымдарын қауіпсіздендіру үшін олар әрқашан оқшаулағыш материалмен қапталады. Егер де сымдар толығымен қапталмаса, қаптама сырты өте қауіпті болуы мүмкін. Осындай жағдай орын алғанда, жеріме сымы деп аталатын сым розетка арқылы қаптама мен жер арасында кедергісі аз тікелей жолды қамтамасыз етеді. Осы жол бойымен күшті электр тоғы өткен кезде, құрылғының сақтандырғышы істен шығып, тізбек бұзылады. Осылайша, сіздің өміріңізге төнген қауіп сейіледі. Балалар, біз мына видеороликтен көптеген мағлұматтар алдық деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар, енді оқулықпен жұмыс. Оқулығымызды барлығымыз ашып, сауатты, шапшаң оқып шығамыз. Балалар, бас бармақ әдісі бойынша топты бағалаймыз. Балалар, барлығымыз бірігіп серіктеу сәтін жасайық. Электрикпін, түсінші сен жүрегін. Электріктің, ай, электрикпін, түсінші сен жүрегін. Электріктің, түсінші сен жүрегін. Электріктің, электрикпін, түсінші сен жүрегін. Электріктің. Балалар, ашық микрофон әдісі бойынша мына суретте
қарап, балалар тұрмыстық құралдарды қолдануда қандай ережелерді сақтамағанын айтамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар бас бармақ әдісі бойынша бағалаймыз. Балалар топта жұмыс істей отырып, оқулықтағы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші топ. Электр құралдарын қолданудың ережелерін оқыңдар. Ережелерге графикалық белгілердің суретін салыңдар. Екінші топ. Оқулықтағы белгілерге қарап, электр құралдарын қолданудың ережелерін құрастырыңдар. Үшінші топ. Шеңбердің ішіне электр құралдарын қолдануға қатысты графикалық белгілердің суретін ойдан салыңдар. Оларға ережелер құрастырыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Балалар бас бармақ әдісі бойынша топты бағалаймыз. Балалар 1 минут әдісі бойынша суреттегі электр құралдарының атауларын кім көп біледі? Шапшаң кім тез жауап береді екен кәнекей? Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Балалар бас бармақ әдісі бойынша бағалаймыз. Балалар топтық жұмыс жасаймыз. Электр әлемі туралы ертегі құрастырамыз. Берілген тақырыпқа ертегі құрастырып, өз ойымызды айтамыз. Балалар бас бармақ әдісі бойынша топты бағалаймыз. Балалар қуат көзі кері байланысы. Сабақты толық түсінсек, толық қуатталған ұялы телефонға, орташа түсінсек, орташа қуатталған телефонға, сабақты түсінбесек, қуат көзі аяқталып тұрған телефонға қоямыз. Сау саламатта болыңыздар.